Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін тауық етінен отбивной дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі тауықтың төс еті, жақсылап жуып кептіріп, әдемі бөлшектерге бөлеміз де бұрышын, тұзын сеуіп, бетін жақсылап жауып, етті жұмсартамыз. Келесіде салмасын дайындайтын боламыз. Ірімшікті үккіштен жақсылап өткіземіз. Және де қаймақ, чеснок, укроп салмасына дайындайтын боламыз. Дайын болған салмамызды әдемілеп араластырып, тауығымыздың үстіне жағып, оның үстіне пиязымызды турап саламыз, қызанақ және де дайын болған ірімшігімізді сеуіп, қызып тұрған духовкада 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Өте оңай әрі тез дайындалатын кешкі асымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.